Денеден тердің бөлінуі адам терісінде жүзеге асатын маңызды функция. Тер адам ағзасындағы артық сұйықтық болғандықтан, оның сыртқа шығуы заңдылық. Бірақ денеміздің көзге көрінер жерлерінен тердің тым көп мөлшерде бөлінуі, немесе денемізден шығатын жағымсыз иіс бізді жайсыз жағдайларға қалдыруы мүмкін. Тердің шамадан көп бөлінуі денсаулықта бір ақаудың бар екенін білдіреді. Адам бойынан дене еңбегі кезінде және тағам қабылдау кезінде тер шығуы мүмкін. Қалыпты мөлшерде тердің шығуы ағза үшін пайдалы, өйткені ол зат алмасу процесі болып табылады. Көп адам тершеңдіктің қолтықта болуынан зардап шегеді, себебі терлеген қолтық жағымсыз иіс шығарады. Қолтықтың терлеуіне көп жағдайда тар және синтетикалық киім себеп болады, әрі бұл терлеу жыныс талғамайды. Қолтық терлеуі балаларда байқалмайды, әсіресе бозбала мен бойжеткен шақта жиі кездеседі. Қолтықтың терлеуі тұқым қуалаушылықтан да болады. Не істеу керек? Терлегеніңізді сезінсеңіз, душ қабылдауыңыз керек. Косметикалық дүкендерде сатылатын қолтыққа арналған дезодорантты 12 сағатта бір сеуіп отыруды ұмытпаңыз. Және әр кеште қолтықты жуғаннан кейін 200 мл суға 1 шай қасық тұз бен 1 шай қасық ас содасын араластырып, мақтамен қолтықты сүрту керек. Бұл қолтықтың терлегіштігін азайтады. Табиғи матадан тігілген киімдерді таңдаңыз. Табиғи матадан тігілген киімдер ұзақ қызмет етеді және ыстық күндері терлетпейді. Себебі зығыр, жібек, мақта маталар және басқа да табиғи маталар ауаны жақсы өткізеді және қызбайды. Ащы тамақтан бас тартыңыз. Кей өнімдер қарқынды тер бөлінуіне әсер етеді. Оларға ащы бұрыш, дәмдеуіштер, пияз, сарымсақ, шалғам жатады. Ыстық күндері тұзды азырақ пайдаланыңыз. Суды көбірек ішіңіз. Егер ағзаға су жеткілікті мөлшерде келмесе, сусыздану пайда болуы мүмкін. Сол үшін дене температурасы өзгеріп, тер бөлінуі артуы мүмкін. Мұндай жағымсыздықтан арылу үшін күніне таза суды көбірек ішіңіз. Гигиена сақтаңыз. Қолтығыңыз терлеген кезде ылғалды сулықпен, артынан құрғақ сулықпен сүртіңіз. Күніне кем дегенде 1 рет душ қабылдаңыз. 2-3 сағат сайын қолтығыңызды сабынды сумен жуыңыз. Бактериямен күресіңіз. Бактерия ылғалды жерде қатты өршиді. Сондықтан терлеген кезде құрғақ сүлгімен сүртуді ұмытпаңыз. Алдымен қолтығыңызды түктен тазартыңыз. Киіміңізді жиі ауыстырыңыз. Мейлінше киіміңізді басқа киімдерге араластырмай, бөлек сабынмен жуған дұрыс. Жаман әдеттен арылыңыз. Темекінің иісі жағымсыз екенін білесіз. Сол секілді спиртті ішімдіктен де жұпар иіс аңқымайды. Сондықтан да жаман иісті денеңізге сіңіріп алмау үшін барынша сақтаныңыз. Темекі шегуді, арақ ішуді доғарғаныңыз жөн. Назарларыңызға қолтықтың жағымсыз иісін кетіретін халықтық әдістерді ұсынамыз. Ас содасы. 1 шай қасық соданы 1 шай қасық лимон шырынымен араластырып, қолтығыңызға жағыңыз. Шамамен 2 минуттан соң қолтықтағы қоспаны жылы сумен жууға болады. Соданың жағымсыз иісті кетіретін қасиеті бар екені ежелден белгілі. Алма сірке суы. 1 ас қасық алма сірке суды 1 стақан суға араластырып, ыдысқа құйыңыз. Басына сепкіші бар қалпақ кигізіп, қолтығыңызға себіңіз. Немесе мақтаны малып, қолтығыңызды сүртесіз. Шалфей тұнбасы. Шалфей тұнбасымен жуыну да тершеңдіктен құтылуға көмектеседі. Дезодоранттар. Парфюмериялық өндірісте кең шығарылатын өнім. Ол тершеңдіктен емес, жағымсыз иістен құтылуға көмек береді. Ал тер бөлінуді азайту үшін антиперспиранттар пайдаланған жөн. Антиперспиранттар тер каналдарын тарылтады, сондықтан да терлеуді азайтады. Бірақтан да бұл уақытша болғандықтан жиі қолданылу ұсынылмайды. Түймедақ тұнбасы. Ол үшін 6 қасық кептірілген түймедақ гүлін алып ұнтақтаңыз. Сөйтіп үлкенде ыдысқа салып, үстіне 2 литр бөлме температурасындағы қайнатылған жылы суды құясыз. Қақпағын жауып, 1 сағаттай тұндырасыз. Сонан соң 2 ас қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған тұнбаға мақтаны немесе дәкені малып алып, қолтығыңызға сүртесіз. Теймурова пастасы. Бактерияға қарсы крем. Теріні құрғатады және дезинфекциялайды.
қолдықтың терлеуіне бей-жай қарамай, келеңсіздіктің алдын алуға тырысыңыз. Қара түсті киім киіп, жағымсыз иіс шыққанда дезодорант шашып, жайсыздықты жасырып қажеті жоқ. Мейлінше емін іздеп, жазылудың жолын қарастырыңыз. Жеке бастың гигиенасын сақтап, спортпен шұғылдану, салауатты өмір салтын ұстау ең тиімді, бар аурудың алдын алатын әдіс. Видео пайдалы болса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын.